Сөзіміздің тақырыбы көңілді достар. Бүгінгі сабақта әнші балапан әнін үйренесің. Музыкалық сауатыңды арттырасың. Оқулықта берілген тапсырмаларды орындайсың. Балалар, берілген суретке мұқият қарайық. Әдемі тау бейнеленген. Таудың өзіндік биіктігі бар, байқайсыңдар ма, балалар? Ол өте биік, әдемі. Таудың жоғары жағы әппақ қар. Төменгі жағында көк шөп өсіп тұр. Балалар, бұдан қорытатын ойымыз мынау. Әр заттың өзіндік биіктігі болады. Оның жоғары жағы, төмен жағы болады. Тура солай, музыканың да өзіндік биіктігі болады. Музыканың да дыбыстарының жоғары және төменгі бөлігі болады. Музыкалық анықтама. Музыканың дыбыс қатары биіктігі бойынша жоғары немесе төмен орналасады. Дауыс жаттығуын жасайық. Балалар, дауыс жаттығуын қайталағанда денемізді тіктеп ұстап, дауысты дыбыстарды шашыратпай, ернімізді дөңгелендіріп орындайық. До, ре, ми, фа, соль, ля, си, до, си, ля, соль, фа, ми, ре. Жаңа ән үйренуді бастайық. Балалар, бүгін біз әнші балапан әнін үйренеміз. Әннің музыкасын жазған Марат Омаров. Әннің сөзін жазған Құдайберген Қазыбеков. Балалар, әнді орындау барысында ән айту ережелерін сақтауды ұмытпайық.
Жаңа ән барлықтарыңа ұнады деген ойдамын. Балалар, енді мына берілген суретке қарап, әннің биіктігін қолымызбен көрсетіп орындайық. Әнші, биші, әнші балапан. Ән сөзін үш тілде жаттап алайық. Қазақ тілінде ән, орыс тілінде песня, ағылшын тілінде song. Балалар, естеріңде болса, біз өткен сабақтарда бірнеше ән үйрендік. Мына суретке мұқият қара. Қолыңмен жіптерді жүргізіп, үйренген әніңе лайық суретті тап. Көңілді музыкант әні қай суретке сәйкес келеді? Әрине, домбыра аспабына сәйкес келіп тұр. Әнші балапан әні қай суретке сәйкес келеді? Балапан, әрине, балапан суретіне сәйкес келіп тұр. Сәлем мектеп әні. Әрине, бұны тез таптыңдар деп ойлаймын. Әрине, мектептің суретіне лайық болып тұр. Қоңырау әні. Мұны да тез таптыңдар деп ойлаймын. Әрине, қоңыраудың суретіне лайық болып тұр. Қайталау сұрақтары. Тыңдаған, үйренген әндерің мен музыкаларды еске түсір. Биік, төмен дыбыстарды ажырат. Көңілді, мұңды музыканы есіңе түсір. Қандай аспаптармен таныстық? Атап бер. Сабақ аяқталды. Балалар, қолымызды жиі-жиі жуып жүрейік. Денсаулық зор байлық екенін естен шығармайық. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.